Армысыздар қазақ елі. Бүгін 26 қыркүйек. Мен бүгін былай жауап бергім келіп отыр. Мына көптеген жастардың эфиріне кіріп алып, мына Нұргүл апа мынандай айтып жатыр екен деп 50 видеодан кесіп саған, не болмаса бір запистен 20 рет кескен видеоларды апарып отыратындар бар екен де. Жалпы сондай апарып отырғанда, кім болсын, біздің бауырларымыз, таңыршы бауырлар, атеист болсын, агностик болсын, соларға апарып жатса, егер шын мәнінде осы дүниетанымды қорғап жүрген адамдар болса, таңыршылдық дүниетанымды, сондайларды пошел на деп 3 әріппен эфирден шығарып жіберу керек те. Мысалға, маған өзіме Тоқтар абызды айтып елдер шығады. Тоқтар абыздың өтірік қолдан жасап суретін Ринатты Тәңір деп айтты, теріс қарап оқып деп. Ол кісі теріс қарап сөз оқып жүрді ғой. Ринатты Тәңір деген екен. Ол негізі өтірік сөз, ондай болмаған. Не болса Арман Нұрмұхамедов солай айтты деген әңгімелер маған келіп жатады. Арман Нұрмұхамедов шаш өсіріп алып деп. Ол бишаралар қазақтардың шаш өсіргенін білмейді ғой. Біздің бабаларымыз шаш өсірген, өйткені жыға шаш болмаса дулыға келе алмаған. Жыға шашы жоқ адамды соғысқа алмаған. Дулыға өйткені дулығаны шаш ұстап тұрған. Мен сондайларға айтқым келеді де, ол тәңірші болайын деп едім, мына Тоқтар абыз бүйтіп айтты, Арман Нұрмұхамедов сөйтіп айтты дегендер менің эфиріме келсе 3 әріппен мен қуып жіберемін ондайларды. 3 әріпті айтамын да, конкретно. Ондайларға айтамын мен. Менің тәңіршілерімнің шоғына келмей, өздеріңнің боқтарын жөндеп алыңдар деймін де. Мысалға, осы былтыр Нұрсұлтан деген имам миллиондаған алдында жамағаты бар. Біз мұсылман байқұс жігіттер қайтеміз, енді жалаңбас мұсылман қыздарды зорламағанда кімді зорлаймыз деді. Соған бір мұсылман барып, өйткені жалаңбас мұсылман қыздың ішінде оның шешесі бар, оның қарындасы бар, оның қызы бар. Ол орамал тағатындар Қазақстанда көп емес бізде. Жалпы қазақша орамал тағатындардың өзі өте аз бізде. Сонда бір мұсылман барып, соның жамағаты бар, не оттап тұрсың? Сен мен шешемді, мен қарындасымды, менің қызымды зорлағанға пәтуа шығарып тұрсың ба деп, желкелей алмады, тіпті соған видеодан жауап бере алмады. Өйткені мұсылманмын деген адамдарда рух болмайды. Өйткені олар аруаққа сыймайды. Олардың рухы өліп қалған, ата-бабаларының рухы өліп қалғанда, олардың рухы өліп қалған. Рухы өліп қалғаннан кейін шешелеріңмен зина жасап отыр, кредит алғанда шешелеріңмен зина жасап жүрсіңдер десе, қорс-қорс етіп, сол жерде маңқа сағып жылап отыра береді. Мұсылман қыздарды жалаңбас зорлаймыз десе, қызы шешесі жалаңбас болса да, сол жерде қорс-қорс етіп жылап отыра береді. Опата, мен видеоға түсіп жатырмын, сен ан-жақта бала берші, мен түрің түсіп қалады сен. Балалардың видеоға түсіргенін ұнатпаймын. Солай да, егер рухың болса, сенің рухың болса ғана тәңірші бола аласың да. Тәңіршілдік ол дүниетаным, сен сонымен ол өмір сүресің. Ол сенің күнделікті өмірің, ол кітаптан оқитын нәрсе емес, күнделікті өмір сүруің. Мысалы, сенің ішкі түйсігің ол. Сен 1000 жерден саған ешкім, туысыңа үйленбе, атсайым мен сені қазір под прицелом атсайым демесе де, қазақ болсын, ол атеист болсын, агностик болсын, деист болсын, ол қарындасына еш уақытта ол әйел ретінде қарамайды. Ол тіпті менің өзім мысалы аталас 4-5 атадан шеше жағымнан туыстар бар, әке жағынан. Мен тіпті ол кісілерді танымауым мүмкін көбін. Бірақ бір жерде кездесіп, танысып жатқанда мен оны аға ретінде қараймын, бауыр ретінде қараймын да, солай ол ішкі түйсікпен. Әкемнің немерелес бауырының балалары бар, 5 атадан қосылатын. Көп танымаймыз. Бірақ оны көргенде ол менің ағам, ол ішкі түйсігім, оны мен тіпті ой келмейді. Оларда да ой келмейді. Өйткені біздің тәңіршілдік қанымызда ағып жатыр. Біз сонымен өмір сүреміз. Ол сен 1000 жерден атеист бол, дастарханның үстінен аяғыңа 2 бақила кисең де, мысалы, жер дастарханның үстінен жүріп кете алмайсың, аяғында мен бақила бар ғой деп. Сен үшін сені бақила киіп үстінен өтіп кетсең, біреу далаға шығарып сені атып тастамайды. Бірақ ол сенің қаныңда бар. Ол ішкі генетикаңда сенің сол тыйымдар жабысып қалған. Сен содан аттап кете алмайсың. Ал сен мұсылманды араб ұлтын ондай жасаттыра алмайсың, өйткені оның қанында жоқ. Олар да кәдімгідей имамдарға барып сұраған ғой, шешеммен үйленсем бола ма, болмай ма деп. Оны сен тәңірші қыла алмайсың ондай ұлттарды. Ол тәңірші болмайды. Ол анандай сөз айтып тұрған, қарындасыма шешем үйленсем бола ма деген ұлттарды оған имамдар айтады да кәдімгідей. Болмайды, Алла рұқсат бермеген деп ол. Оларда ол қалыпты жағдайда. Бізде оны бірден бұрын кез болса аттың аяғына сап тарттырып жүруші еді. Оны қолын бұлғамас еді. 2 атқа 2 аяғына 2 жағына байлап таутасқа жібере салушы еді. Қазіргі кез болса, енді ондай имамнан сұраса, мүмкін имам бізді жауап беретін шығар, имамдар. Біз сияқты адамдардан сұраса, бірден психбольницадан біз дәрігер шақырамыз да, ол ауыратын адам деп психик больницаға жатқызамыз. Сондай жағдай.
анау барып Тоқтар абыз сөйтіп айтқан екен, Арман Нұрмұхамедов бүйтіп айтқан екен деп маған адамдар келетін болса, соларға мен конкретно ответ беремін де, сендер елдің шоғына күлмей, өздерің боқтарың жинап алыңдар деймін де. Ол азаматтар өздерінің позициясын ашық айтып жүрген азаматтар, ашық ағаларымыз үйтіп жүрген, олардың рухтары бар, духтары бар, ата-бабаларының аруақтары арқаларында тұрған арқалы адамдар. Арқалы адамдар ғана тәңірші болады. Мен тәңірші болып тұрсам, егер менің дүниетаным, ішкі мазмұным тәңірші болса, ішкі дүниетанымын мен қабылдай алмаймын. Мысалға, қатын көйлек киген халықтар тіпті күреске тыйым салған. Саудияда күреске тыйым салғанда, өйткені Мұхаммедтің кезінде де күрес болмаған. Өйткені олар дамбал кимегенде, дамбал кимеген Ибн Таймиядан қалған пәтуа бар ғой, кәпірлер ана резинкесі бар шалбар киеді деген. Бізде енді дамбалдың бауын жасаған ғой, дамбал киген. Дамбал кимеген халықтар тіпті күрес алмайды. Мен таңғаламын, күреске қатысып жүргендер бар ғой, әлі ақпар дейді ғой. Саған тыйым салған, саған күресуіңе болмайды. Ол шалбар менікі, менің тәңірші бабамдікі. Сенің менің тәңіршілдік шалбарымды киіп ап, сен менің тәңіршілдік мәдениетімді күресіп, өзің Аллаху акбар дейсің. Сен егер мұсылман болсаң, сен менің шалбарымды киме, сен жалаңбұт жүр, суыңна мен жалаңбұт жүр. Егер сен нағыз мұсылман болсаң, күреске қатыспа. Көкпар күрес біздің ата-бабаларымыздан қалған. Өйткені адамзат ең алғаш шалбар кигізген біздің мәдениетте. Мен сол мәдениеттен өскен адаммын да, болмайды. Ол ар жағында ешкім жоқ оның. Ар жағында біреу бар деп ойлап тұр ғой. Сол мәдениетпен өскен адам. Ішкі дүниетанымымыз тәңірші. Ол екінің бірі, ол тәңіршімін деп ашық айта алмайды. Өйткені аруағы өліп қалған, қазақтың рухы өліп қалған. Аруақты әркім әртүрлі түсінеді. Менің түсінігім басқаша, оны енді елге есеп бермеймін. Рух ол біздің арқамызда тұр, бір тылсым әлем арқамыздан тіреп тұр. Ол бір адамдар қорғағаннан адам тәңірші болмайды, өзің рухың болу керек. Иә, менің артымнан тәңір текті азаматтар тұр. Менің артымда тұрған тәңір текті азаматтар негізінен бәрі атеистер. Олар өздерін тәңіршімін дейді. Мықты азаматтар тұрды. Енді маған қолдар жете алмайды. Ананы сотқа берді, мынаны сотқа берді, мені сотқа бере алмайды. Қолдарынан ештеңе келмейді. Қалай сотқа беремін десе де, ол мені хат жазатын болса, мен білемін, оны номенклатура қылып тастайды. Сонда не істерлерін білмейді ғой. Не істерлерін білмегеннен кейін жыбырлап сыртынан сол өсек айтып отырады да. Өйткені оларда рух жоқ. Қорқақ адамдар тәңірші бола алмайды. Рухы бар. Ата-бабаларының аруағы арқасынан тіреп тұрған адам мен тәңіршімін деп ашық айтады да. Сен біреуге барып, сен біреудің дініне тиіспесең, біреуге әңгіме айтпасаң, сен біреу барып, сен неге тәңіршісің, менен рұқсат сұра деп айтпайды ғой. Менің айналамның бәрінде сәлефизмде жүрген азаматтар. Мен оларға барып айтпаймын ғой. Бұл тәңірші болмайды, өйткені оның мазмұны, ішкі мазмұны мұсылман. Мен мұсылман болмаймын, өйткені ішкі мазмұны мен тәңірші. Мені бабаларымның аруағы арқамнан тіреп тұр. Қолдары жете алмайды. Қолдары жете алмағаннан кейін, қолдары жете алмайды дегенде, былай арыз жазды, алай арыз жазды, ештеңе істей алмағаннан кейін, қатын сияқты тығылып, қатын ғой, қатын көйлек киген адам қатын ғой, қатын көйлек киіп, тығылып, өсек айтып отырады да, бауырлар. Қандай өсек айтыңдар, не айтыңдар, менің рухым мықты, жүрегім мықты, тәңір тіреген арқамда бабаларымның аруағы тұр. Сондықтан бір запистен әр жерінен кесіп бір видео шығарып, не болмаса 10 түрлі орамалмен видеоны монтаждап шығармаңдаршы, масқара. 10 түрлі, 5 түрлі орамалмен монтаждап қоясыңдар ғой. Кішкене монтаждасаңдар, дұрыс монтаждаңдаршы, бейшара болмай. Біз бар жоғы бір 1000 шығармыз Қазақстанда. Сол 1000 тәңіршіден шошып отырсыңдар да, өйткені біздің рухымыз мықты. Неге сендер 500 000 протестанттардан қорқпайсыңдар? 500 000, ол 6 жыл бұрын 500 000 болған протестант христиандар, ол негізінен қазақ тілді. Оларда неге қорқпайсыңдар? Бізден неге қорқасыңдар? Өйткені біздің аруағымыз мықты. Біздің бабаларымыздың аруағы тіреп тұрғаннан кейін сендерде үрей, 1000 тәңіршіден шошып отырсыңдар. Маған қажет жоқ, 1 миллион, 2 миллион тәңірші болған. Өйткені 1 миллион, 2 миллион адам тәңірші болмайды, оған ішкі мазмұны, ішкі мәдениеті тәңірші болу керек адамның. 500 000 болса, болады, бір 20 жылда 500 000 болады. Сол 500 000 болғанда бүкіл мемлекеттің басқару тетігінде тәңіршілер отырып мемлекетті алдыға сүйрейді. Аман болыңыздар.